Тараз қаласындағы көне Тараз тарихи этно-мәдени кешенінде Қазақстан Республикасы жаңа конституцияның заңды күшіне енуіне арналған жаңа конституция жарқын болашаққа атты мерекелік концерт ұйымдастырылды. Салтанатты жиынға Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеев қатысып, өңір тұрғындарын жаңа конституцияның күшіне енуімен құттықтады. Аймақ басшысы жаңа ата заңның елдің тұрақты дамуы мен қоғамдық келісімді нығайтудағы тарихи маңызына тоқталды. Іс-шараның басты мақсаты жаңа конституцияның мазмұны мен маңызын кеңінен түсіндіру, заң үстемдігін насихаттау, азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыру және қоғамдағы бірлік пен татулықты дәріптеу. Мерекелік бағдарламада Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының өнерпаздары патриоттық және көпшілікке танымал әндерді орындады. Концерт барысында отанға деген сүйіспеншілік, ел бірлігі, заңға құрмет және тәуелсіздіктің құндылықтары арқауы болған шығармалар шырқалып, көрерменге көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. Ашық аспан астында өткен мерекелік кешке қала тұрғындары мен қонақтары көптеп жиналып, өнер иелерінің өнерін ыстық ықыласпен қабылдап, көтеріңкі көңіл-күймен тарқасты. Қазақстанда алғаш рет қолөнершілер күні аталып өтіп жатыр. Осыған орай ұлттық қолөнерді дамытуға үлес қосып жүрген шеберлерге қолдау көрсету бағытында атқарылып жатқан жұмыстар таныстырылды. Мәдениет және ақпарат министрінің мәліметінше, 2012 жылы құрылған Қазақстан қолөнершілер одағы бүгінде елі бойынша 650-ден астам шебердің шығармашылық бастамасын қолдау көрсетіп келеді. Ұлттық қолөнерді дамыту мақсатында креативті индустрияларды дамыту қоры ұлттық қолөнер мектебі жобасын іске қоспақ. 15 шілде басылатын жоба аясында қолөнер шеберлерінің тәжірибесін жас буынға үйрету және ұлттық өнерді кеңінен насихаттау көзделген. Қазақстан қолөнершілер одағы құрылғаннан бері шебер республикалық байқауы 12 рет ұйымдастырылып, ондаған көрме, фестиваль, оқыту семинарлары мен шеберлік сабақтары өткізілді. Соның нәтижесінде жүздеген шебер киіз басу, керамика, зергерлік өнер, ағаш ойу, кесте тігу және басқа да ұлттық қолөнер түрлері бойынша біліктіліктерін арттырды. Соңғы жылдары қазақстандық шеберлер ақш, Ұлыбритания, Франция, Үндістан, Қытай, Малайзия, Түркия, Өзбекстан, Әзірбайжан және өзге де мемлекеттерде өткен халықаралық көрмелер мен фестивальдерге қатысып, қазақтың ұлттық қолөнер әлемге танытып келеді. Сонымен қатар еліміздің шетелдегі мәдениетін күндері аясында Тәжікстан мен Катарда өткен қолөнер көрмелері ұйымдастырылса, биыл отандық шеберлер Армения, Әзірбайжан және Өзбекстандағы халықаралық фестивальдерге қатысты. Астанада ашық аспан астында ерекше театр фестивалі ұйымдастырылып, қала тұрғындары мен қонақтарына сахна өнерінің үздік қойылымдары ұсынылды. Фестиваль елорданың мәдени өміріндегі маңызды шаралардың біріне айналып, көрермендерді театр өнерімен жақын таныстыруды мақсат етті. Ашық алаңда өткен қойылымдарда әртүрлі жанрдағы шығармалар сахналанып, көпшілікке ерекше әсер сыйлады. Іс-шараға еліміздің әр өңірінен келген театр ұжымдары қатысып, өздерінің үздік спектакльдерін ұсынды. Қойылымдарда ұлттық құндылықтар, адамгершілік, отбасы, қоғам және заманауи өмір тақырыптары кеңінен көрініс тапты. Фестиваль аясында актерлар көрерменмен еркін форматта жүздесіп, шығармашылық тәжірибелерімен бөлісті. Бұл мәдени шара театр өнеріне қызығушылықты арттырып, тұрғындардың бос уақытын мазмұнды өткізуіне мүмкіндік берді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай фестивальдер елорданың мәдени кеңістігін дамытуға, театр өнерін кеңінен насихаттауға және шығармашылық ұжымдар арасындағы байланысты нығайтуға ықпал етеді. Түркі халықтың бай ауыз әдебиетін бір арнаға тоғыстыратын түркі фольклорлық мұрасының антологиясы 40 томнан асатын ауқымды еңбек болады. Жоба түркі халықтарының ортақ рухани қазынасын жинақтап, жүйелеуге және кейінгі ұрпаққа жеткізуге бағытталған. Антологияға түркі елдерінің ауыз әдебиет үлгілері, эпостар, аңыз-әңгімелер, ертегілер, мақал-мәтелдер мен өзге де фольклорлық мұралар енгізілді. Мамандардың айтуынша, көп томдық жинақ түркі халықтарының мәдени байланысын нығайтып, ортақ тарихи рухани құндылықтарды кеңінен насихаттауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл еңбек ғылыми зерттеулерге де тың серпін береді. Жобаның кезең-кезеңмен әзірлеу жұмыстары жалғасып жатыр. Болашақта антология түркі әлемінің мәдени мұрасын танытатын ең ірі басылымдардың біріне айналады деп күтілуде.